Кайырлы күн достор, биздер 13-нчы суракка келдик. Ары карай талдай берейик. Биринчи нуска 13-нчы сурак. Элемдик диндердин эң ижелгиси. Жалпы диндерди биз таралууна карай эки ири топко бөлөбүз. Элемдик жана улуттук диндер деп. Жалпы элемде негизги 3 дин элемдик болуп эсептелет. Калган диндердин көбүсү улуттук жергиликтүү диндер болуп калады. Негизги элемдик диндер ол бизде буддизм, ислам және христиан диндери. Таралууна карай энди эң көбү христиан дини, одан кийин экинчиси ислам дини, жана үчүнчүсү буддизм. Кетип калган мына эки дин жергиликтүү диндер, немесе улуттук диндер. Жалпы энди ар динге өзүнчө жеке жооп берип көрөйүк. Буддизм бизде эң эжелги дин, яғни бизде дұрыс жооп А болот. Жалпы буддизм тууралуу маалиметтерге келетін болсақ, әлемдік диндердин эң эжелгиси буддизм негизин калаган биздин заманыбызга дейин 6-ғасырда Үндістанда туратын принц Сиддхартха Гаутама деген киши экен. Және ол киши бизде осы негизги буддизм, яғни Будда дейтин динди калыптастырып берген. Буддизм таралган аймактары Кытай, Жапония, Корея, Шри-Ланка, Тибет, Таиланд, Монголия, Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма секилдүү мемлекеттер аткан. Мен бирсин айтканда, Азиянын оңтүстүк чыгыш және де оңтүстүк бөлүктөрүндө, чыгыш бөлүктөрүндө бизде буддизм дини таралган экен. Және де буддизм дининин коомдоштуктары оңтүстүк және оңтүстүк Азиянын элдеринде де бар, яғни олардын өз ара коомдоштуктары бар экен. Одан кийин экинчиси ислам дини. Ислам дини бизде белгилүү 610-жылы Арабия жеринде пайда болду. Жалпы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам 571-жылы дүнүйөгө келди. Меккеде дүнүйөгө келди, яғни эки ислам әлеминде эки касиеттүү орун бар. Биринчиси Мекке, экинчиси Медина калалары. Жалпы ислам дини негизи казирги таңда эки ири топко бөлүнүп кеткен. Биринчиси сунниттер, экинчиси шииттер. Сонун ичинде карасаң, кай багытта? Сунниттик багытта. Негизи шииттик саналатын элдерди айтып берейик. Калган бүкүл мусулман элдердин баары суннит багытында. Жалпы шииттиктер бизде Иранда, оңтүстүк Иракта, солтүстүк Йеменде шииттер, ал калган бөлүктөрдө суннит багытында. Жалпы энди одан бөлек мусулмандар саны жөнүнөн көзгө түсөт, яғни эң көп мусулмандар таралган мемлекетте Индонезияны келтирүүгө болот. 160 миллионго жук мусулман өмүр сүрөт. Одан кийин Пакистанда 126 миллион, одан кийин Үндүстанда шамамен 100 миллионго жук мусулман өмүр сүрөт. Жалпы энди сунниттик багытты көбүнө Ортолук Азия элдери, ошонун ичинде Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан секилдүү мемлекеттер. Сонун менен катар Солтүстүк Африка мемлекеттери. Одан кийин казирги таңда мына ислам дининин таралуу Европа элдеринде басымдылык берип тур. Кеттик. Одан кийин христиан дини. Христиан дини ол бизде 2000 жыл бурун казирги Израиль жеринде пайда болду. Жалпы биз билетін негизги 3 дин бар. Олар Тәңирден келген, яғни Кудайдан келген дин деп кабылдайбыз. Онун биринчиси осы эң соңғы жана динибиз ислам дини, одан кийин христиан дини, одан кийин иудейлер дини, иудизм. Үшөөүнө да ортак бир орталык бар, ол Иерусалим каласы. Иерусалим каласы эмне үчүн үшөөүнө да касиеттүү? Мусулмандар үчүн ол жерде Аль-Акса мешити бар. Христиандар үчүн ол жерде эмне дейт? Яғни Исанын жерленген жери, яғни Иса сол жерде жатыр деп сенеді. Одан кийин үчүнчүсү тоже иудейлердин ол жерде өздеринин бир гибадатханасы бар, ана жылап кулчулук этетин. Жалпы энди тарихта крест жоруктар деген дүнүйө болду. Осы крест жоруктары Иерусалим үчүн болгон болотун. Тарих сахнасына Салахаддиндин келүүгү 3-чү крест жоругунда. Сонун менен катар мына 1-чи крест жоругунда христиандар калай урандап чыкты? Жарты айга каршы согушабыз деп чыккан болотун. Яғни жарты ай деген ол мусулмандарга каршы согуш жүргүзүп келген болотун. Жалпы энди одан бөлек улуттук диндер бар, яғни улуттук диндерге биз жаткызабыз. Индуизм жаткызабыз, яғни Үндүк өзөнүнүн орта агысында пайда болгон, Үндүстанда, Непалда жана Шри-Ланкада станатын дин. Одан кийин иудеизм, яғни казирги Палестина жеринде бул динди тек еврей улутунун өкүлдөрү гана станат, яғни еврейликтер станатын дин. Касиеттер китаптары Тора немесе бизче Тәурат. Одан кийин дүние жүзүндөгү еврейлердин жалпы саны ол бизде 13 миллионго жук еврей улту бар экен. Одан кийин иудеизм дининин таралган аймактар Израиль мемлекети, сонун менен катар еврейлер коомдоштуктары көптөгөн жерлерде бар. Сонун ичинде казыр АКШ жеринде көп. Одан кийин үчүнчүсү
Конфуцийлік тоже Қытайдағы ұлттық дін, яғни біздің заманымызға дейін 6 ғасырда пайда болған, негізін қалаған философ Конфуций, яғни Конфуцийдің көптеген сөздері бар ғой, қазіргі таңға дейін сақталған жеткен. Яғни ол конфуцийлік діннен гөрі философиялық ілімге ұқсайды, яғни философиялық ілім, моральдық кодекс, жанұяны құрметтеу, ата бабаның қалған мәдени мұраны сақтауға негізделген дін болып есептеледі екен. Одан кейін бізде мына синтоизм дейтін дін бар, қазір айтып көрейін. Синтоизм ол бізде Жапонияның діні, Жапонияның ұлттық діні. Ол негізінен құдайлар жолы деген мағынаны береді екен. Содан кейін діннің негізін 6 және 7 ғасырларда Жапонияда қаланған. Синтоизм дінінің қалыптасуына буддизм, конфуцийлік, даосизм ықпал әсер еткен. Синтоизм негізі табиғаттың тылсым күшіне және ата бабаларының қалған мәдени құндылықтары және тұрмыс салтқа байланысты дәстүрлерге мән беру және табыну болып есептеледі екен. Қазір соңғы уақытта мына кайдзен, тағы не көптеген діндер осы Жапониядан алып келіп жатыр ғой. Бәлки осы діннің әсері де бар. Одан кейін мына жерде тұрған ламаизм дейтін дін маған таңсық болып көрінді, және интернеттен қарап көретін болсақ, ол бізде тибеттік буддизмнің ішіндегі бір тармақ екен. Яғни Тибет жерінде негізі қаланған және осындай өзінің бұл да не ұлттық дін ретінде жатқызамыз. Енді сұрақтың тікелей жауабы бізде әлемдік діндердің ең ежелгісі буддизм, одан кейін христиан, одан кейін қазіргі әлемдік діндердің ең жасы және соңғы шариғат үкімдері жалғыз соңғы Құдайдың алдында қабыл болатын дін ол бізде ислам діні.